Ойлан таб арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода түсіп қалған әріптерді табу керек болады. Жеміс жидек атауы, сұрақ саны 30, ойлануға 10 секунд. Әр түс жауапқа бір пайдан. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Ал ендеше бастаймыз. Мынау қандай жемістің атауы деп ойлайсың? Жақсылап ойлан. Шие сөзі. Дұрыс таба алдың ба? Ал бұл бізде қандай жеміс жидек атауы деп ойлайсың? Түсіп қалған әріптердің орнын толтыр. Бұл жерде бізде банан. Ойлан таб арнасының көрермендері біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер, 15 000 оқырманға аз қалдық, бірге жетейік. Кәнекей, осы жердегі бос орындарда орналасқан қандай жеміс жидектің атауы деп ойлайсың? Тауып көрші. Бұл бізде кокос. Ал бұл жерде қандай жеміс жидектің атауы жазылған деп ойлайсың? Жақсылап ойлан. Ұпай сандарыңды санап отыр. Видео соңында жаза кетесің. Дұрыс тауып келе жатсың, жарайсың. Ал бұл жерде қандай жеміс жидектің атауы жасырылған? Бұл жерде бізде жүзім. Дұрыс таба алдың ба? Кәнекей балақай, бұл жерде қандай жеміс жидектің атауы жасырылған деп ойлайсың? Тауып көрші. Бұл бізде манго. Дұрыс таба алдың ба? Жақсылап ойлан. Өте оңай деп ойлаймын. Бұл бізде лимон. Бұл бізде қауын. Сіздер жақта қауынды қалай атайды? Киви. Дұрыс таба алдың ба? Бұл бізде қияр. Жақсылап ойлан. Бұл бізде анар. Лайм. Дұрыс таба алдың ба? Қай жеміс жидек атауы сізге қиын болды? Соны комментарияға видео соңында жаза кетіңіз. Бұл бізде өрік. Алмұрт. Бұл бізде личи. Бұл туралы естігенсіз бе? Бұл бізде пияз. Әр жақта бұны әр түрлі атайды.
Бұл бізде құрма. Құрманың қандай жеміс жидекке жататынын білесің бе? Бұл бізде жидектер. Дұрыстап алдың ба? Әрине, бұл бізде сәбіз. Бұл бізде инжир. Сен инжирді жеп көргенсің бе? Бұл бізде алхоры. Бұның қазақша атауын білдің бе? Жаңғақ. Бұл бізде клюква. Бұл туралы естігенсің бе? Шабдалы. Дұрыс табалды деп ойлаймын. Әрине, бұл бізде таңқурай. Апельсин. Бұл бізде құлпынай. Дұрыстап алдың ба? Мандарин. Сен дұрыс тапты деп ойлаймын. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қанша апай жинағандарыңызды комментарияға міндетті түрде жаза кетіңіздер. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.